Біз кейде қорқынышты видеоларды көреміз. Олардың кейбіреулері қорқынышты болса, ал кейбіреулері жалған. Бірақ бүгінгі видеолардың біразы шын болуы мүмкін. Сәлем достар, сіздермен Топ Қазақ. Қарсы алыңыздар, топ 10 камераға түсіп қалған құбыжықтар. Сонымен кеттік. Түнгі уақытта екі жігіт от шашып атуға орманға барады. Бірақ орманнан бір түрлі дауыстар естіле бастайды. That's pretty cool, man. I wanted it to go up in the air, man. It's still cool. Yeah. But, Did you hear that? Did you hear that? Yeah, you go first. Dude. Big farm animal. I don't like this. Get low, get low. What do you think it is? Go firework at it? No. Let's try to see what that is. What the hell, man? We should get the hell out of here. Go get it. I'm not getting near that. I'm not getting near that. Dude, we gotta get the hell out of here. Go throw a firework at it? No. Run. Dude, what? Is it still there? Uh-uh. 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 Go! No! Run! Run! Орманда өмір сүретін адам тәрізді тіршілік иесіне ұқсайды. Бірақ кейбір адамдар бұнымен келіспеді. Яғни видео жалған деп ойлайды. Әрине автор сипаттамада видео 100% жалған емес екенін айтқан болатын. Не болса да өте қорқынышты. Ерлі-зайыптылар бірнеше айдан бері түні бойы бір түрлі дауыстарды еститіндерін айтады. Кейбір тұрғындар бұны ормандағы жануарлар шығар деп ойлайды. Дегенмен ерлі-зайыптылар аулаға бейнебақылау камерасын орнатуды жөн көреді. Кенеттен олар камерадан бір түрлі нәрсені көреді. Ол бір түрлі мүсін секілді. Ауаға еріп немесе жоғалып кетеді. Және соны бақылап отырған итті қараңыздар. Және олар осыдан кейін үйдің артынан осындай іздер тапқан. Ол іздер адам ізі емес екені анық. Сіздер бұл оқиға туралы не ойлайсыздар? Комментке жазып кетейік. Осы видеоның авторы Денни заброшенный ортаны зерттеп, жақын маңдағы қараусыз қалған саябаққа барады. Бір кезде оның алдынан бір қыз шығады. Hello? Whoa! Hello? Hello? Ақ киімде қандай да бір зомби немесе науқас адам сияқты көрінеді. Және Денни осы қызыл нәрседен қатты қорқады. Және одан кейін олар бізге бар жылдамдығымен жақындай бастайды. Сонымен бұл видео жалған болып шықты. Яғни өздері адамдарды қорқыту үшін осылай түсірген. Бұл видеоның басы мүлдем түсініксіз және онда ештеңе алмайтын сияқты. Бірақ қараңыздар, ең алдымен біз шашын өріп отырған қыздарды көреміз. Және артқы жағында біз от жағып, түні табиғат аясында демалып жатқан бір топ адамдарды көреміз. Көңілді уақыт, бірақ кенеттен түсініксіз нәрсе орын алады. Өздеріңіз қараңыздар. What? Alexis? Shit. Alexis? Alexis? Shit. Wait. Okay, be careful. Oh God. Okay. Достар, бұл не болуы мүмкін? Бұл видео шынайы ма немесе жалған ба? Бірақ не дегенмен төрт қолда қандай жаратылыс болуы мүмкін? Белгісіз. Осы видеоның авторы орманда серуендеп жүреді. Және ол бұлттау орайында бұның қаншалықты жақсы болғанын айтқан кезде, кенеттен ол айқайлап қашып жүрген бір түрлі нәрсені көреді. Төрт аяғымен қозғалған белгісіз тіршілік иесі жігітке қарай асығады.
Бұл тіршілік иесінің аяқтары мен қолдары ұзын екен. Басқаша айтқанда адамға мүлде ұқсамайтынын көруге болады. Және бұл видео интернетке жүктелген. Демек автор тірі болуы мүмкін. Бұл видео 2012 жылдың 3 сәуірінде жүктелген. Автор видеоның астында сипаттамада: "Мен бір таңғажайып тіршілік иесін видеоға түсірдім. Біз қаланың шетіндегі иесіз қалған бассейндерді зерттей бастағанда пайда болды. Біз оның не екенін білмейміз" деп айтқан болатын. Әрі қарай өздеріңіз көріңіздер. Le petit quoi? Ah, le petit truc rouge là? Ah, c'est ça. Oh putain! Қараусыз жатқан ғимаратқа кіріп кеткен достарының бірі фонарын қараңғы бұрышқа жағады. Және сол сәтте олар белгісіз тіршілік иесін көреді. Жігіттер қатты қорыққаннан қашып кетеді. Бұл видеоның авторы әртүрлі жер асты туннельдерін және үңгірлерді жалғыз тексереді. Және кенеттен оның алдына бір түсініксіз құбыжық шығады. Қараңыздар. What the hell? Hello? Осы видеоның авторы өзінің фермасында біртүрлі дауыстар естиді және одан кейін видео түсіре бастайды. Бұл видео 2020 жылдың көктемінде фонармен толық қараңғылықта түсірілді. Видеода біз инопланетянды толық көреміз. Бірақ өкінішке орай бұл видео жалған екені көрініп тұр. Егер ол шынымен инопланетян болса, өйтіп тұрмас еді деп ойлаймын. Осы видео туралы өз ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Барлығын оқитын боламын. Орегон штатында орманда жүрген адам жоғалып кеткен саяхатшының камерасын табады. Куәгер орманда түнгі сапарға кеткен американдықты алып кете алатын қорқынышты тіршілік иесін видеоға түсірген екен. Ол үйге оралып, құрылғыны компьютерге қосқан. Видеода саяхатшы өз шатырының қасында жүргенде жақын жерде бір түрлі дауыс естігеннен кейін сол жаққа барған екен. Қараңыздар. Түнгі орманды зерттеуші орманда түнде түсініксіз дыбыстарды көбірек естіп, оған қарай жақындай бастайды. Және дыбыстар барған сайын күшейіп, оның алдына белгісіз біреу пайда болады. Қараңыздар. Видеода тіршілік иесі қозғала бастайды да, оператор бұрылып, үрейленіп қашып кетеді. Сонымен достар, бүгінге осы. Егер сәл болсын қорықсаңыздар, лайк басып каналға тіркелсеңіздер болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.